дұға жасағанда, салауат айтқанда, мен бай болып кетсем екен, мен жолым жүріп кетсе екен деп ниеттеніп айтқаннан гөрі Алланы шынайы ұлықтап, пайғамбарымызға шынайы салауат жолдап, оның жаратушы екенін, оның пайғамбар екенін, шынайы ұлықтап оларға сондай бір мақтау келтіретін болсақ, Аллах барлығымыздың ниетімізді біледі ғой. Ал біз көп жағдайда жолым жүріп кетсе екен, проблемам шешілсе екен деп айтамыз. Әрине ол барлығымызға керек, жолым жүрсе екен, проблемадан құтылсам екен. Бірақ салауат, зікір, дұға жасағандағы біздің ниетіміз Алланы бірінші шынайы ұлықтау. Оның жоқтан бар еткен ұлы құдірет екенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның елші екенін, ізгі жан екенін шынайы осылай бір салауатты да ұлықтауды да шынайы айтатын болсақ, жүрекпен өзіміздің пайдамызды көздемей, Аллах тағала сені екі есе бақытты етіп қояды.